барлығынан тығылып отырып бір нәрсе жедім. Қораға барып қалсам, тұт ағашы өсіп қалған екен. О, күшті болды деп жеп жатқан кезінде қайын-сіңлім кеп қалды. Женше, уайымдамаңыз, ешкімге айтпаймын, давайте жейік деді. Онымен қосылып тағы да тұтқа тойып жеп алдым. Тұтқа от души тойып алғаннан соң қамырды тез-тез ашытуға кірісіп кеттім. Бір зуала қамырды жасап қойдым. Бұл кешкі тамаққа кіріскен болатынмын. Балаларымның да садиктен келетін уақыты болып қалған екен. Айран да үйіп қалған, сонымен осылайынан айранға шекер салып дайындап қойдым. Олардың айрандарын беріп болғаннан соң азанғы жуылған кірлерінің барлығы сақырлап тұрып кеуіп қалған екен. Олардың барлығын жинап алып төбеге қарай жинауға шығып кеттім. Киімдердің барлығын жинап болғаннан соң төменгі бөлмелерді де реттестіріп алайын деп ең бірінші осы көрпелердің барлығын жинастырып алдым. Негізі үйлердің барлығын таңертең жинап аламын мен. Үйлерді реттестіріп жүрген кезде апа осылай тамақ жасап қойған екен, және де айранды да құйып қойған екен. Айранымыз пісіп жатыр. Айранның сары суына осылай майлы ыдыстардың барлығын жуып алдым. Айранның сары суын біз төкпейміз, оларды малдарға береміз, немесе жаңағыдай шөптердің үстіне құямыз. Сол кезде шөптер аз өсетін болады. Осылайынан тез-тез барлығын құйып шықтым. Мәссаған, мына сочный, мощный әсіпті қарасаңыздаршы, прям аппетитный ғой. Достар, менің Ақ Дастархан деген YouTube каналым бар. YouTube каналына кіріп, поискке Ақ Дастархан деп жазсаңыздар, менің каналым шығады. Сол жерде неше түрлі рецепттер бар. Бүгін әсіптің рецептісін салған болатынмын. Кішкене қолдап жіберсеңіздер, қатты қуанып қалатын едім. Ал енді кеспенің қабарын тез-тез жайып тастайын деп оқтаумен арыда беріде тез-тез жайып, пышақпен жіп-жіңішке етіп кесіп алдым. Кеспенің жіңішкелігі примерно осындай болды. Сорпам қайнап тұр екен. Кеспелерінің барлығын салып алдым. Ал енді бізге ас болсын.